Армысыздар, құрметті Қазақстан ұлттық арнасының көрермендері. Мен бүгін сіздермен үй жағдайында қалай қиярды өсіру керектігін көрсететін боламын. Ол үшін бізге мынандай арнайы кассета деп айтады, қазақшасын білмеген осындай сіздерге арнайы әдістер керек болады, немесе мынандай қалталар керек болады. Болмаса мынандай кәдімгі жай мынандай стақандар еуге болады. Мынандай қиярдың несін дәмін аламыз, тұқымын. Екеуі өсіп саласыздар, бір-бірлеп. Сосын қолдың несімен қаттырып, кішкене қаттырып, өстіп 1,5 сантиметр, 1 сантиметр көлемінде өстіп тереңдікке батырасыздар. Сосын өстіп басып болған соң, өзінің топырағын осылайынан саусақпен жауып шығасыздар. Себебі болған жарық түспеу керек. Ертең өнеді, 3-4 күнде жылы жерде тұрса, бетін жауып шығасыздар. Осылай егіп болған екен, бұны терезенің алдына немесе бір кішігірім жылы жерлеріңіз болса, сол жерге салып қойғаныңыз болады. Бұл жылы жерде міндетті түрде тұру керек. Температурасының бәрі дұрыс болса, 3-4 күнде қияраларыңыз өніп шығады. Мінекей, түтіннің бетін бәрін жауып шықтық. Мынандай кассета деген сатпасаңыздар, мынандай агромагазиндерде мынандай қалталар сатылады. Осындай қалтаға мынандай әдемі топырақты салып ішіне, осыны егуіңізге болады. Немесе бұндай қалталар таппасаңыздар, мынандай кәдімгі көп қолданатын мынандай жем стақандарды қолдануға болады. Бұнда әдемі әдіс көшет өсіргенде. Бұны не істегеніңізде арнайы түрін тесесіздер, шегемен немесе әйтеуір бір тесетін затпен, қатты затпен тесесіздер. Себебі, бұның тескен себебі өте су құйғаннан кейін ішіне артық су ағып кету керек. Осыған да егуге болады. Мынандай қалталарда астында тесік болады. Мынаның да астында тесік бар. Өйстіп егіп аласыздар. Бетін асықпай егіп аласыздар әдемілеп. Бетін осылай су бүріп шығамыз. Осылай әдемілеп суды жақсылап себесіздер. Сосын өйстіп егіп болғаннан кейін терезенің алдына күн жақсы түсетін жерге, жылы жерге сол жерге қойып қойыңыздар. Немесе бір жылылау, ертең көлеңкемен жауып, кәдімгі көлеңкемен жауып, есік алдарыңызда жылы жай болып жатса, немесе бір қоятын жер болса, әдемі жер қоятын жерге қойыңыздар. Ары қарай қалай өсіп өнгендерін байқаласа, алдағы уақыттарда көрсететін боламыз. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.